Сәлем достар, бүгін үй жағдайында жұмыртқаның қабығынан кальций жасайтын боламыз. Кальцийдің сүйектің қатаюына, көздің көруіне, тістің сау өсуіне және де асқорыту сөлінің қалыпты бөлінуіне пайдасы орасан зор. Бір жұмыртқаның қабығында 2 грамм кальций бар, ол шамамен 5 граммдай болады және үгітілгенде 1 шай қасыққа сыяды. Жарты шай қасық ұнтақталған жұмыртқаның қабығы тағаммен тұтынғанда кальцийдің күнделікті қажеттілігін өтейді. Алдымен жұмыртқаны жақсылап жуып, қайнатып алдым. Жұмыртқаны қабығынан тазартып, міндетті түрде кептіріп аламыз. Ішіндегі пленкасын осылай алып тастаймыз. Егер жыртылса, ақырындап жайлап тартсаңыздар, өзінен өзі пленка түгелдей алынады. Сонда қабығы ғана қалады. Мұны қолмен уатуға, немесе кофемолкаға, немесе блендерге салып ұнтақтауға болады. Мен блендерге салып ұнтақтадым. Ұн секілді ұнтақтауға болады. Осыған, яғни табиғи өнімге лимон шырынын немесе мед қосуға болады. Ұнтақталған жұмыртқа қабығына 2 қасық мед қосып, жақсылап араластырдым. Бұны тәулігіне жарты шай қасықтан дайын тағамдарға қосып тұтынуға болады. Міндетті түрде жасап жеп көріңіздер.